Саламатсыздар, Сырдария аудандық сотында бүгін Қазақстан Республикасы азаматтардың төлем қабілеттігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң талаптарын түсіндірме беру үшін Сырдария аудандық кіріс басқармасының мамандары келіп отыр. Бұл азаматтардың банкроттық рәсімдері негізінде сот 3 жыл бөлінген, яғни соттан тыс банкроттық, соттық банкроттығы және де төлем қабілеттігін қалпына келтіру болып табылады. Осы мәселелер бойынша толыққанды тоқталу үшін кіріс басқармасының келтіріледі. Соттан тыс банкроттық рәсімінде жалпылама айтып кетсем, яғни оған жаңағы банктердегі микроқаржы ұйымдарындағы коллекторлық агенттіктер алдындағы борышкерлердің қарыздары жатады. Яғни қарыздың сомасы 1600 МРП-дан, яғни 5 миллион 520 мың теңгеден аспау керек. Қарыздың берешектің сомасы, шарттары, яғни 12 ай ішінде ешқандай төлем жасалмаған болуы керек біріншіден. Екіншіден, борышкердің ешқандай атында мүлкі, жер, көлік, өзге де құралдары болмауы қажет.